Здравствуйте, уважаемые участники прямого эфира. Тема сегодняшнего моего выступления – гидрологические и гидрохимические исследования водоемов Иртышского бассейна. Моя лекция будет, немножко расскажу об этих проводимых исследованиях на государственном языке, но вопросы можно задавать и на казахском, и на русском языках. Постараюсь ответить на все ваши вопросы. Начинаем. Жалпы бүгінгі онлайн кеңесімнің тақырыбының аты халықаралық маңызы бар Ертіс бассейнінің су айдындарында гидрологиялық және гидрохимиялық зерттеу жұмыстарын жүргізу тақырыбында сөз қозғалады. Жалпы Шығыс Қазақстан облысы табиғи суларға өте бай өңірлерге жатады. Мұнда 1017 өзендер, 1968 көлдер, 78 су қойма мен шағын тоғандар бар. Жалпы Ертіс бассейнінің осындай халықаралық маңызы бар су айдындарына, мысал үшін Жайсан көлі, Бұқтырма су қоймасы, Өскемен және Шүлбі су қоймасы, сол сияқты Ертіс өзені жатады. Бүгінгі тақырыбым гидрологиялық және гидрохимиялық зерттеулер жайында болғандықтан солар туралы біраз айта кетейін. Жалпы гидрологиялық зерттеулер туралы, оның тарихы туралы кішкене біраз айта кетсем, ежелгі Грецияда, Римде ежелгі Гераклит, Геродот, Платон, Аристотель сияқты адамдар сол заманның өзінде осындай гидрологиялық зерттеу жұмыстарымен ақырындап айналыса бастаған. Европалық физиктер, химиктер, европалық физиктер мен математиктер да өз қызығушылықтарын көрсеткен. Бұлар Декарт, Галлей, Бернулли сияқтылар. Жалпы Ресейде гидрологиялық зерттеу жұмыстары 15-16 ғасырларда басталды. Гидрология терминін 1694 жылы неміс натуралисті Эбергард Мельхиор деген кісі енгізген. Ал жалпы гидрология ғылымы жекелей ғылым ретінде осы 1920-30 жылдар, 20 ғасырдың бас кезінде өстіп дамыған. 1915 жылы Виктор Григорьевич Глушков деген орыстың ғалымы, сол кісі гидрологияға именно өзінің анықтамасын берген. Ол 1915 жылы мақала жазып, сол мақалада өзінің анықтамасын беріп көрсеткен. Жалпы 1919 жылы Ресей гидрологиялық институты құрылған. Сол кезден бастап гидрология жеке өзінің ғылым ретінде, өзінің жекелей ғылым ретінде бастауын алды десек те болады. Жалпы гидрология нені зерттейді? Ол табиғи су айдындарының гидрологиялық деңгейін, судың түсуін, сондай бір зерттеу жұмыстарын атқарады. Гидрология сөзі жалпы грек тілінен аударғанда гидро – су, логос – ілім деген мағынаны береді. Бізде Алтай бөлімшесі осы Өскемен қаласында орналасқан. Гидрологиялық жұмыстар бұл жерде, бұл бөлімшеде Қазгидромет, Шығыс Қазақстан облысы бойынша Қазгидромет мекемесінен алынады. Алғашқы первичный материал дейміз, алғашқы мәліметтер. Осы мәліметтерді ары қарай біздің қызметкерлер өңдеп, талдап, биологиялық негіздемеде ары қарай сипаттайды. Жалпы Ертіс өзенінде 3
су қойма түзілген. Ол ең жоғарғысы Бұқтырма су қоймасы, ол 1960 жылы құрылған. Содан кейін төмен қарай Өскемен су қоймасы, және ең үшінші соңғы су қойма ол Шүлбі су қоймасы. Бұл су қоймаларда гидрологиялық деңгей жасанды түрде реттеледі. Жалпы Бұқтырма су қоймасы мен Жайсан көлі осы Шығыс Қазақстан облысындағы халықаралық маңызы бар су айдындарының ішінде ең ірісі десе де болады. Солардың, мысалы үшін 91 жылдан бері қарайғы уақытты алғанда гидрологиялық динамикасы қалай өзгерді, сол туралы айта кетсем, жалпы үш кезеңге бөліп қарастыруға болады гидрологиялық деңгейді. Ол суы аз кезең, суы орташа кезең және суы мол кезең. Ең суы аз кезеңдер олар 1991-92 жылдары, 2012 жылдары, 2008-2009 жылдары байқалды. Суы мол жылдар 94-95, 2014-тен бері қарай жалпы бүгінгі күнге дейін суы мол, соңғы 5-6 жыл суы мол кезеңге жатады. Суы аз кезеңдері, мысалы үшін жекелей, бұл гидрологиялық деңгей бойынша зерттеу жұмыстары жүргізілген. Соның арқасында осы Жайсан көлі мен Бұқтырма су айдындарында ең төменгі, орысша айтқанда критический значение дейміз, ең төменгі мәні гидрологиялық деңгейдің анықталған. Ол 391 балтық жүйесі метрі. Яғни ол дегеніміз не? Ол 391 балтық жүйесі метрінен гидрологиялық деңгей егерде төменде кетсе, онда шығанақтар, мысалы үшін Бұқтырма су қоймасында шығанақтар өте көп. Сол шығанақтар жалпы су айдынынан бөлшектеніп, онда балықтардың қырылуы, жаппай қырылуы қаупі, сондай бір қатер туындауы мүмкін. 2008-2009 жылдары, 12 жылдары гидрологиялық деңгейдің төмендігінен кейбір шығанақтар олар бөлшектеніп қалған. Сондай бір ихтиофаунаға, жалпы балықтарға кері әсерін тигізіп жатады. Мен неге Жайсан көлі мен Бұқтырма су қоймасын бірге айтып жатырмын? Себебі олар осы екі су айдыны гидрологиялық тұрғыдан бір су айдыны болып табылады. Себебі олар бір-бірімен қосылып жатыр. Ал қалған үш су айдыны туралы айта кетсем, Шүлбі су қоймасында, мысалы үшін, онда Шүлбі су қоймасы мен Өскемен су қоймасында оларда жасанды түрде гидрологиялық деңгей реттелетіндіктен, онда біркелкі гидрологиялық деңгей ұсталып тұрады. Мысалы үшін, Шүлбі су қоймасында 240 балтық жүйесі метрі шамасында реттеліп отырады. Одан асып кетіп жатса, суды түсіріп жатады бөгеттерде. Су қойманың жұмыс істеу ережелеріне сәйкес арнайы кесте арқылы суды түсіріп отырады. Өскемен су қоймасы туралы айта кетсем, Өскемен су қоймасында да жасанды түрде реттеліп отырады гидрологиялық деңгейі. Бұл Өскемен су қоймасы басқа су қоймаларға қарағанда ихтиофаунасы жағынан кейде ерек болып келеді. Ол дегеніміз балықтың түрлері, балықтың қоры кішкене азырақ болып келеді. Жалпы гидрологиялық тұрғыдан осы Өскемен су қоймасы ең бір қолайсыз, салыстырмалы түрде қолайсыз, ихтиофаунаға қолайсыз су айдындар болып табылады. Себебі мұнда бір күннің ішінде әсіресе көктемгі су жіберу, бөгеттерден көктемгі су жіберу барысында
бір тәулігіне 1 метрге дейін су деңгейі төмендеп кетуі мүмкін. Оның төмендеуінен мысалы үшін жоғарғы биев дейміз, сол жақта әсіресе көктемде балықтардың уылдырық шашу кезінде литеральдық аймақта балықтардың уылдырықтары кеуіп қалуынан және тағы басқа факторлардан балықтардың өсіп өнуіне кері әсерін тигізіп жатады. Ары қарай ең соңғы біздің гидрологиялық зерттеулер бойынша айта кететін су айдыны ол Ертіс өзені. Ертіс өзенінің гидрологиялық деңгейі осы Шүлбі су қоймасының су жіберуіне байланысты өзгеріп отырады. Жалпы жыл көлеміне алғанда орташа жылдық гидрологиялық деңгейі айтарлықтай ауытқымайды. Ол тек қана көктемгі су қоймаларының су жіберуі кезінде 3 ай мерзімінде ғана ауытқулар алып отырады. Жалпы гидрология бойынша қысқаша айта кетсем осы. Жалпы гидрохимиялық зерттеулер туралы тоқтала кетсем, гидрохимиялық зерттеулер осы халықаралық маңызы бар су айдындарында біздің Алтай бөлімшесі жүргізіп отырады. Ол ең бірінші аталмыш су айдындардан су сынамаларын алады. Су сынамаларын жалпы судың беткі және судың түпкі судың тереңдік қабаттарынан алынады. Су сынамалары жалпы сол су айдынына барған кезде су айдынында оттектік режимі мен pH дейміз, сутектік көрсеткіші арнайы құрылғылармен анықталады. Жалпы гидрохимиясына тоқтала кетсем, осы халықаралық маңызы бар су айдындарының Жайсан, Көлі, Бұқтырма су қоймасы, Өскемен су қоймасы, Шүлбі су қоймасы, Ертіс өзенінде жалпы гидрохимиялық зерттеулердің нәтижелеріне тоқтала кетсем, айтарлықтай балықтың өліп қалатындай немесе қырылып қалатындай себептері болған жоқ. Мұнда рұқсат етілген шамадан біраз ауытқулар болады. Мысалы үшін зертханада жасалған талдаулардан кейін біздің қызметкерлер, гидрохимик қызметкерлер оларды әрі қарай талдау жүргізеді. Талдау тек қана талдау емес, оны шектеулі рұқсат етілген шама көрсеткіштерімен салыстырып, сол шамадан нормативтен қаншаға ауытқығаны, неліктен ауытқығаны, қандай сипатта, қандай әсер беретін сипаттап жазады. Жалпылай айта кеткен кезде нитриттар, мысалы үшін қандай компоненттер, химиялық компоненттер анықталатынына тоқтала кетсем, ол компоненттерді біз ойдан алмаймыз. Кез келген осы бағдарлама аясында жүргізетін ғылыми зерттеу жұмыстары биологиялық негіздеме жасау ережелеріне байланысты іске асады. Яғни сол ереженің ішінде көрсетілген гидрохимиялық зерттеулер бойынша бөлімшесінде жазылған көрсетілген гидрохимиялық компоненттердің барлығы біздің Алтай бөлімшесінде анықталады. Ол қандай негізгілеріне тоқтала кетсем, ол биогендік қосылыстар, олар нитраттар, нитриттер, фосфаттар және газдық құрамына келсем, ол көмірқышқыл газы, оттегі, минерализациясына келсем, минералдануы, жалпы минералдануы өлшенеді. Оттектік режимі, судағы еріген оттегінің құрамы анықталады. Бұл мәліметтердің барлығы арнайы балық шаруашылығына арналған
рұқсат етілген шамалардың нормативтермен салыстырылып тексеріледі. Жалпы нитриттардың рұқсат етілген шамасы балық шаруашылығына ол 0,8 миллиграмм дециметр куб болып табылады. Нитраттардікі 40 миллиграмм на дециметр куб болады. Оттегінікі жаз кезінде 6 миллиграмм 1 литрде болу керек. Қыс кезінде 4 миллиграмм 1 литрде болуы шарт. Жалпы гидрохимиялық зерттеулердің нәтижелері бойынша жалпы қандай тұжырымдама жасауға болады? Ол мысалы үшін нитриттар біраз көктем мезгілінде рұқсат етілген шамалардан ауытқып жатса, ол көбінесе мерзімдік, мезгілдік көрініске ие болады. Себебі көктем кезінде жағаның шайылуынан байланысты сондай бір өсімдіктердің қалдықтарының шіруінен нитриттардың шамасы біраз ауытқиды нормативтерден, бірақ жаз мезгілінде әсіресе тамыз айларында сол кезде өзінің қалыпты жағдайына келіп жатады. Кез келген осындай гидрохимиялық зерттеу жұмыстарының нәтижесінде біздің Алтай бөлімшесінде ешқандай ауытқулар, осындай химиялық ауытқулардан балықтың қырылу фактілері болған жоқ. Ал енді сұрақтарға тоқтала кетсем, жерде сұрақтар болып жатыр екен, соларға жауап бере кетейін. А что значит Иртисский бассейн? Какие еще есть деген сұрақ бар екен. Иртисский бассейн включает в себя такие международные водоемы, как озеро Райсан, водохранилище Буктурма, Шульбинские, Усть-Кунегорские водохранилища и река Иртис. Другие бассейны, у нас 6 или 7 бассейнов имеются в Казахстане, они находятся в других областях. Есть ли COVID-19 в наших реках? Как говорится, COVID-19 в наших реках по нынешним обстоятельствам не может быть. Пока ученым это неизвестно. Подземные воды тоже к вам, говорит. Подземные воды мы не исследуем. Мы такие гидрологические и гидрохимические исследования проводим в рамках бюджетной программы, которую заказывает Комитет лесного хозяйства и животного мира. Мы подземными водами не занимаемся. Наши объекты исследований гидробионты, то есть организмы, живущие в воде. Мы обследуем поверхностные воды, природные. Суда еріген оттегінің мөлшері аз болса не істеу керек деген сұрақ. Суда еріген оттегінің мөлшері аз болып жатса, ол қай уақытта болуы мүмкін, ол мезгілге байланысты. Негізінде біз зерттеп жүрген су айдындарында жаз, қыс айларында, басқа жаз айларында оттегіне өте бай болып келеді, себебі гидрографиялық жағдайы жүйесі дамыған, онда көптеген өзендер құйып жатады. Ал мысал үшін сіздің сұрағыңыз көбінесе өзінің мәнін қыс мезгілінде орын алып жатады. Ол қыс кезінде су айдыны мұзбен жабылғандықтан онда ауадағы оттегі суға түспейді, суда қанықпайды. Сол себепті біз жыл сайын суды, аэрация дейміз, суды оттегімен байыту мақсатында
ұсыныстар береміз. Ол мысалы үшін табиғат пайдаланушылар өздерінің телімдерінде, белгіленген, бекітілген телімдерінде арнайы ойып мұзды сондай бір аэрация жұмыстарын жасайды. Қыс мезгілінде мұзды ойып қана емес, сонда тез қатып қалмас үшін мұнда шейдің тағы да басқа қамысты нығындап қояды. Ол қыс мезгілінде жасалған сол бір ойықтың тез қатып қалмауынан жасалады. Яғни ол ойықтар арқылы суға атмосфералық оттегі түсіп, онда еріп, оттегіне байытады. Жалпы қазіргі уақытта осы шараны белсенді түрде ұсынып жүрміз. Как поступает кислород в водоем? В водоем кислород поступает в основном из двух источников. Это с атмосферы и с водорослей. Так как процесс фотосинтеза она выделяет кислород, то есть тоже обогащается растворенный кислород в воде. А если просто вспомнить формулу воды H2O, значит 2 атома водорода и 1 атом кислорода существует в самой воде. Есть ли запланированные очистки рек в Казахстане? Такие мероприятия, да, проводятся. Опять же, любая работа, которая должна проводиться, она по нынешней ситуации должна обосновываться и рекомендоваться научными организациями. Если это касается водоемов, то, например, на Востоке мы являемся монополистами, и к нам обращаются, как бы сказать, с проблемами со стороны контролирующих органов, либо по данной тематике, которую мы проводим, то есть очистку рек, если она завалена какими-то деревьями и так далее, мелиоративные работы, мы указываем в соответствующем пункте. Вот такие работы мы проводим. А дальше выполняться будет или нет, это решает, как бы сказать, комитет, с чьих средств оно будет такая работа проводиться, потому что она очень, можно сказать, затратная. Вообще, планируется ли очистка рек? Да, планируется, она обязательно должна планироваться. Почему? Потому что многие виды рыб, эти же реки являются у многих видов рыб местом нереста. То есть рыбы поднимаются по реке и нерестятся. Так, следующий вопрос. Что нужно делать для снижения ущерба рыбному хозяйству от влияния попусков ГЭС? Имеется в виду гидроэлектростанции. Да, здесь у нас раньше проводились исследования, именно ежегодные исследования по другой программе, по подсчету ущерба рыбному хозяйству от влияния попусков ГЭС. Что нужно делать для снижения ущерба? Так как работает ГЭС, работает турбина, ущерб рыбному хозяйству неизбежен. Вообще, что нужно делать для того, чтобы снизить или, как бы сказать, минимизировать ущерб рыбному хозяйству? Это надо в первую очередь ГЭСам надо соблюдать работу плотин. Именно вот есть правила эксплуатации водохранилищ, вот этот нормативный документ, они должны все пункты соблюдать. Второе, самый основной ущерб происходит во время весенних попусков.
То есть во время весеннего попуска там вот эти попуски, они не должны превышать 15 дней. А также вот ежесуточные колебания, они не должны превышать, колебания уровня воды имеется в виду, они не должны превышать 60 сантиметров. Вот. Еще самые главные, есть основные две рекомендации. То есть, если смотреть на мировой опыт, то есть, так как неизбежен идет ущерб рыбному хозяйству, там один вариант – это установить рыбозащитное устройство, но она очень дорогая, и везде установить его не получается. Второй вариант, которыми многие ГЭСы пользуются, это компенсация зарыблением мальков. То есть вот эти ущербы, какие виды рыб, например, получили большой ущерб, они тем же материалом, если они имеются, конечно, в Казахстане такие рыбопосадочные материалы, они должны зарыбляться этими же видами. Если аналогичных видов нету, то можно заменить с рекомендацией науки на другие виды. Есть ли критические пороги загрязнения воды? Есть ли критические пороги загрязнения воды? В рамках наших исследований мы полученные анализы, гидрохимические анализы, результаты гидрохимических анализов сравниваем не с питьевыми предельно допустимыми концентрациями, а предельно допустимыми концентрациями для рыбохозяйственных водоемов. То есть при каких содержаниях тех или иных компонентов рыба чувствует себя, как бы сказать, благоприятным, то есть для обитания гидробионтов, при какой содержании она является благоприятен. Вот. Как я выше отметил, мы определяем биогенные вещества, газовый режим, pH, среду, то есть и минерализацию. Келесі сұрақ: сіздер зерттелген су айдындарында гидрохимиялық себептерден балықтардың өлуі орын алды ма? Негізі дүниежүзілік мәнде қарасақ, көбінесе гидрохимиялық себептерден балықтардың өлуі неден болуы мүмкін? Ол кейбір интернет ресурстарында құрамындағы еріген оттегінің мөлшерінің аздығынан замор дейміз, сондай бір көбінесе болып жатады, сондай бір балықтардың қырылуы. Ал біз зерттеп жүрген су айдындарында осы гидрохимиялық себептерден балықтардың өлуі, қырылуы фактілері тіркелген жоқ. Течение реки Иртыш из Китая в Россию или из России в Китай? Река Иртыш берет начало с монгольского Алатау на территории Китайской Народной Республики. Потом река Кара-Иртыш мы называем. Она дальше впадает в озеро Жайсан, дальше водохранилище Бухтарма и дальше идет в сторону России. Вот. Келесі сұрақ: Өскемен су қоймасының гидрохимиялық режимі ихтиофаунаның тіршілігі үшін қолайлы ма? Өскемен су қоймасының жалпы жоғарыда айта кеткендей,
осы зерттеліп жүрген осы бүгінгі менің онлайн кеңесімнің тақырыбына сай зерттеліп жатқан халықаралық маңызы бар 5 су айдынында гидрохимиялық режимінің нашарлауынан ешқандай балықтардың қырылу фактілері орын алған жоқ. Рұқсат етілген шамадан, балық шаруашылығына арналған рұқсат етілген шамадан біраз ауытқулар болған. Олар негізінен мезгілдік, мерзімдік көктем кезінде мысалы үшін өзінің сипатына ие болып, жаз кездерінде күзге таяу өзінің қалыпты жағдайына келеді. Жалпы айта кетсем, Өскемен су қоймасының гидрохимиялық режимі ихтиофаунаның тіршілігі үшін қолайлы. Ертіс бассейні, келесі сұрақ, Ертіс бассейні су айдындарында қандай химиялық компоненттер анықталады? Барлық анықталатын гидрохимиялық компоненттер биологиялық негіздеме жасау ережелерінде көрсетілген. Сол ережеде көрсетілген барлық химиялық компоненттер біздің су айдындарында жүргізілген зерттеу жұмыстарында анықталады. Негізгілерін айта кетсем, олар биогендік қосылыстар, нитраттар, нитриттер, фосфаттар, минералдануы судың және оттектік газдық режимі, оттегі, көмір қышқыл газы, сондай негізгі компоненттер анықталады. Что такое НПУ в гидрологии? НПУ, термин НПУ, сокращенное слово, относится к ГЭСам. НПУ расшифровывается как нормальный подпорный уровень. То есть это тот уровень, где желательно, оптимально должен находиться гидрологический уровень водоема. Саламатсыз бе? Нитриттер мен нитраттар суда қайдан түзіледі? Саламатсыз. Нитриттер мен нитраттар суда әсіресе көктем кезінде өзінің құрамының мөлшері жоғарылап жатады. Ол, мысал үшін, қарапайым тілмен айтқан кезде судың көтеруіне байланысты, мысал үшін, жағаның шайылуынан, сондай бір органикалық қалдықтардың азоттар ыдырап, содан оттегімен тотығып, нитриттер түзіліп жатады. Нитриттардың рұқсат етілген шамасы 0,8 мг дециметр куб. Ол нитриттар нитраттарға айналады, бірақ нитриттер сияқты аз шама кезінде өзінің кері әсерін тигізіп жатпайды. Олардың рұқсат етілген шамасы, сондықтан балық шаруашылығына арналған рұқсат етілген шамасы ол 40 мг на дециметр куб болады. Мысал үшін, салыстырмалы түрде нитриттер 0,8 болса, нитраттар 40 мг 1 литрда. Ол балықтардың өзінің ортасында, суда қолайлы өмір сүру үшін осы шектік рұқсат етілген шамадан аспау керек. Следующий вопрос. Если гидрохимический анализ показал, что загрязнение из Китая выше допустимого уровня, какие предпринимаются меры? У нас есть станция именно по реке Кара-Ертис. Мы там отбираем пробы. В данный момент по определяемым нами компонентам таких серьезных загрязнений в плане влияния гидробионтом на жизнедеятельность гидробионтов
не зафиксировано. В общем, если говорить в общем, если такое загрязнение на любом водоеме бывает, то есть и если у нас есть станция на данном водоеме, или государственные контролирующие органы, они создают комиссию и выявляют причину загрязнений и так далее. Так, следующий вопрос. Как и чем измеряется содержание растворенного кислорода в воде на водоемах? У нас, например, экспедиционный отряд выезжает, берет с собой кислородомер, то есть анализатор растворенного в воде кислорода. И pH-метр тоже берут с собой. То есть у нас в филиале растворенный кислород, содержание растворенного кислорода мерят pH-метром марки Марк 302E. Вот таким аппаратом измеряют рыбу. Он показывает 3 показателя, то есть и температуру воды одновременно, содержание растворенного в воде кислорода и процент насыщения кислородом. Вот. Следующий вопрос. Есть жалобы со стороны России о том, что из Казахстана поступает загрязненная вода. Жалобы, если такие имеются, они подаются в соответствующий орган местного управления и принимаются меры. То есть, если это межгосударственный какой-то, то есть жалоба, да, со стороны жителей, тогда, не знаю, межгосударственные органы, они должны выявлять причину, откуда исходит жалоба, и выяснять причину, создаваться комиссия, и в дальнейшем выяснять причину и устранить. Я лично такого не слышал. Келесі сұрақ. Сіздер зерттелген халықаралық маңызы бар су айдындарының ішінде қайсысы су айдыны гидрохимиялық жағдайы бойынша қолайсыз болып келеді? Бізде Ертіс бассейнінің халықаралық маңызы бар су айдындарының ішінде жүргізілген гидрохимиялық зерттеулер нәтижесінде алдында бірнеше рет қайталап айтқанымдай айтарлықтай шектеулер рұқсат етілген шамадан балық шаруашылығына арналған ауытқулар айтарлықтай болған жоқ. Сол себепті болса да олар көбінесе мерзімдік көктем кезінде мысалы үшін өзінің сипатына ие болады. Жалпы айтқан кезде осы бүгінгі онлайн кеңесімнің тақырыбына себепкер осы 5 су айдынында гидрохимиялық көрсеткіштері бойынша гидробиенттардың суда тіршілік етуіне қолайлы деп тұжырымдауға болады. Келесі сұрақ. Су электростанцияларының жұмысы барысында бөгеттерден су жіберуі ихтиофаунаға қалай әсер етеді? Жалпы осы Шығыс Қазақстанда 3 ірі су қоймасы болғандықтан, аталмыш су қоймаларында ихтиофаунаға кері әсерін тигізіп жатады. Мысал үшін 2016 жылы сондай бір стандартты емес бір гидрологиялық жағдай орын алған. Ол кезде Қара Ертіс өзенінен айтарлықтай көлемде су келуінен бұқтырма су қоймасында ары қарайғы келесі су қоймаларда судың жоғары көрсеткіштеріне ие болып, олар суды молынан жіберуіне тура келгендіктен
Мұнда ихтиофаунаға көптеп зиян келді. Әсіресе бұқтырма су қоймасында рипус балығы да зардап шекті көбінесе. Жалпы сол бөгеттердің жұмыс жасауынан механикалық себептерден балықтардың қырылып, әртүрлі жарақаттар алып, өздерінің қырылуы жыл сайын болып тұрады. Оны біз санап, арнайы әдістемелер арқылы санап, сол қырылған, өліп қалған балықтардың түрімен, егерде ол әрине өзіміздің Қазақстанда сондай балық өсіру шабақтары бар болса, сондай түрімен ұсыныстар береміз. Шабақтандыру жұмыстарын, балықтандыру жұмыстарын жүргізіп жатады. Егерде ол түрі жоқ болса, басқа түрлерімен ғылыми негіздеп ұсыныстар жіберіп жатамыз. Жалпы тағы бір осындай бір зиян келетін нәрсе, ол бөгеттердің жұмысы кезінде, мысалы үшін суды жіберу кезінде, әсіресе көктем кезінде жоғарғы BF дейміз, бөгеттен жоғарғы су айдынының аймақтарында судың 1 метрге, 2 метрге дейін төмендеп кетуінен сол литеральдық аймақта балықтар уылдырық шашқандықтан, егерде қамыс бар болса, қамыста уылдырық шашқандықтан балықтар олар кеуіп, сондай бір өзінің кері әсерін тигізіп жатады. Негізінен екіге бөліп қарастыруға болады. Ол механикалық тұрғыда, яғни бөгеттердің турбиналары жұмыс істеу арқылы балықтарды түрлі жарақаттар алып қырылып жатса, екіншіден өзінің көктемгі уылдырық шашу кезінде су деңгейінің төмендеуінен, күрт төмендеуінен уылдырықтардың кеуіп қалу салдарынан сондай бір кері әсер тиіп жатады. Жалпы сұрақтарыңыз болса қоя тұрамыз. Жалпы айта кетсем, гидрохимиялық жағынан кішкене толықтыра кетсем, гидрохимиялық жағынан минералдану бойынша суларды минералдану дегеніміз жалпы су айдынында қанша судың құрамында қанша тұздардың жалпы сол тұздардың жалпы мөлшерін минералдану деп айтамыз. Сол минералдануды неге мен айтып жатырмын? Себебі бұл минералданудың мөлшерінен суды жіктеуге болады. Ол тұщы су ма, ол ультра тұщы су ма, ол аздалған тұзды ма, әлде тұзды ма, әлде өте тұзды ма, сол минералдану көрсеткіштерінің нәтижесі арқылы бірнеше ғалымдар осындай жіктеулерін ұсынған. Сол жіктеулер арқылы жалпы су қойманы тұщы су ма, әлде тұзды су ма, соны анықтауға болады. Оны не үшін анықтаймыз? Жалпы тұщы суларда бізде енді осы 5 су айдыны туралы әңгіме қозғап отырғандықтан, бұлардың суы 500 миллиграммнан, минералдануы 500 миллиграммнан аса қоймайды. Сол себепті тұщы сулар қатарына жатады. Осымен бүгінгі онлайн кеңесімді тәмамдаймын. Алдағы уақытта онлайн кеңестерге, кеңес берушілерге белсенді түрде қатысып, сұрақтар қоя отырыңыздар. Сау саламатта болыңыздар.